расында да бүгінгі сабақ мамандық таңдау жайында болмақ. Жойылып кететін мамандықтың бірі ол пошташы. Өйткені интернет арқылы хат алмасуға болады. Лифтер, стенографшы деген мамандықтар жоқ. Оның орнына роботтар жұмыс істейді. Алдыңғы білім бойынша балалар, сендер қазіргі таңда Қазақстанда жойылып кету қаупі бар 20 мамандық бойынша пікірлеріңді білдірдіңдер. Мамандықтар ысырылып, сұранысқа ие болса жаңадан туындап, сұраныста болмаса ысырылып жойылып отырады екен. Сұранысқа ие мамандықтар қандай деген сұрақ туындайды. Осы сұраққа жауап берейік. Жақсы. Енді балалар, менімен бірге ізденіп отыр екенсіңдер. Рахмет ізденістеріңе. Нанотехнология сонда ғарыш арқылы жұмыс істеуге, көзге көрінбейтін ұсақ бөлшектерді көре алу мүмкіндігі. Оларды біріне бірі байланыстыру, міне осы технологияны игеру болып танылады. Не себепті сол мамандықты таңдап отырсыңдар? Сол жөнде ашып айтып өтсеңдер? Жарайсыңдар, рахмет жауаптарыңа. Енді болашақта жай дәрігер емес, нано дәрігер, жай программист емес, IT маман, отанымыздың беріктігін, ынтымағын қорғайтын әскери адам, жақсы жаңалықтармен елді қуантатын журналист болуларыңа тілектеспін.